Баршаңызға қайырлы күн болсын. Мен бүгін осындай ауызда еритін өте нәзік шығатын дәмді сүзбелі бәліш дайындаймын. Олай болса, видеоны соңына дейін көрейік. Ол үшін алдыменен 200 грамм сүзбенің үстіне қантымызды және бөлме температурасындағы сармаймызды саламыз. Үстінен бір дана жұмыртқа салып, барлығын бір келке болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сармаймыздың майлылығы жоғарылақ болғаны жақсы, ал сүзбемізге кез келген сүзбе жарай береді. Енді барлығын араластырып алдық. Үстінен ұн, қопсытқыш және дәміне қарай ванилин салып, барлығын жақсылап араластырып, өте жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Барлық ингредиенттерді граммымен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Қамырымызды илеп, барлығын өзімізге ыңғайлы болу үшін жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын. Енді пергамент қағаздың үстінен аздап қана ұн сеуіп, қамырымызды осылай өзімізге ыңғайлы етіп 4 бұрышты көлемде жайып аламыз. Қатты қалың да емес, өте жұқа да емес, орташа көлемде болғаны жақсы болады. Үстінен ешқандай ұн себудің қажеті жоқ. Ешқандай жабыспайды. Осылай жайып алдық. Енді 1-1,5 сантиметр көлемінде осылай ұзынша етіп барлығын кесіп шығамыз. Барлығын кесіп алдық. Енді үстінен қант себетін боламыз. Қант ұнтақ емес, міндетті түрде қант себеміз. Енді осылай рулет тәріздес етіп, барлығын бір келке етіп орап шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пешке 15-20 минут сарғылт түске енгенше пісіріп алатын боламыз. Бетіне еш нәрсе жақпаймыз, дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Печенеміз дайын. Бетіне ұнтақталған қант септім. Түрі де, дәмі де өте дәмді, әдемі шықты, жұп-жұмсақ, ауызда ериді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ұнайтынына сенімдімін. Өте тез, жеңіл дайын болатын печенелердің бірі. Олай болса, баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.